алғашқы сценарийіңіз мына белгілі режиссер Мажит Бегалиннің «Тұлпардың ізімен» атты фильмнің сценарийін жазған болатынсыз. Шолпанның өмірі мына деректі түрде көрсету деді, осы фильмнен басталды. Өте дұрыс айтасың. Біз Тұлпардың ізі мен біріншіден қазір түрлі жазып жүр ғой, әркім өзінің ізіне қарай сүйреп, бір басшы кісілер біздің кезімізде ғана түсті қазақша фильмдер деп айтып жүр. Бұның бәрі дұрыс емес. 64 жылы түсірілген Тұлпардың ізі қазақ фильм киностудиясында қазақ тілінде түсірілген бірінші фильм болды. Сценарий қазақ тілінде жазылды. Оның алдында ол өзі орыс тілінде повесть ретінде жазылған еді. Дружба народов журналы басамыз деп отырғанда бір 5-6 сөзі мына әкім өзің ойланып қарашы, мына орысша емес деп маған редактор айтқан үшін мен намыстанып бермей қойдым да, қайтадан қазақша жазып, фильмді қазақша түсірдік. Мажит Бегалин өзі өте қайсар адам болатын. Ол кісі тек қана қазақша түсіремін деп отырып алды. Соны қазақша түсірдік, және өзі оның үшін диалогтарды аз ғой. Алғашқы көркемдік кеңесте уралап қарсы алды. Бірақ соғыны кеше жақын әлгі киностудияның басшылары апарып, үкіметке көрсетіп, сол кездегі орталық комитеттің екінші секретары, «Ой, мыналарың не сұмдық? Совет үкіметі қайда?» депті. Совет үкіметі жоқ қой мыналарың ішінде деп. Сонымен фильм жаңағы бірден сынға ұшырап қалып, содан кейін әйтеуір қабылдаған болды, үйткен болды, бірақ экранға шығармай қойды. Ресми түрде жауып та тастаған жоқ. Бірақ сол көрсетпеудің барлық амалы жасалды. Ағыз шығарма ретінде, реалистік шығарма ретінде, меніңше маңызын жоймайды деп ойлаймын. Тебя Мулат Акрана отпустил. Қырыш оқиғасы енді Мұхтар Әуезовтің ең бір әдемі шығармасы. Қырғыздың режиссері Болат Шамшиев келіп ұсыныс жасағанда мен бірден келістім. Бірақ дәл сол қалпында шығаруға бола ма, болмай ма, оны ойландық. Және сол кезде енді совет заманы ғой. Кейіпкеріміз екіге бөлінетін, біреуі ақ, біреуі қара, немесе біреуі ақ, біреуі қызыл, біреуі жағымды кейіпкер, жағымсыз кейіпкер деген болатын. Содан екеуміз біраз ақылдасып жүрдік, біз кейіпкерлерді ақ пен қарағып бөлмейік дегенге келістік. Жас режиссерлардың киносына қалай қарайсыз? Жалпы бүгінгі қазақ киносынан. Бұлар туралы түрлі пікірлер айтылады. Бірақ негізі мен ойлаймын, бұлар шәкендерге ұқсамаған үшін кінәлі емес. Қайта соларға ұқсамай, жаңа киноның жаңа бір түрін шығарып жатқанына тек қана қуану керек. Енді бір 5-6 жыл, 10 шақты жыл өткенде бұлар да ақсақал болып, бұлардың да соңынан ерген бір жастар келіп, біз сендердің жолыңмен жүрмейміз, біз басқаша жасаймыз киноны деп отырса, тек қана қуану керек деп ойлаймын.